Құрметті көрермендер, бәріңізді келе жатқан туған күндеріңізбен құттықтаймын. Ой, туған күн деппін ғой, кешіріңіздер. Жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Айтпақшы, сіздерге теледидарға жатып ап, астынан қараған ұнай ма, әлде түрегеп тұрып үстінен қараған ұнай ма? Түсінбей қалдыңыздар ма? Ой, онда мен сіздермен қалай сөйлесем? Ұнамаса басқа арнаға көшіп ауысып кетіңіз. Тыңдаңыздар, епті деп қосып қойсам, сәл дөрекілеу болар. Бұның бәрі менің емес, шенеуніктердің ел алдына шығып айтқан сөздері. Нұрай Құрақбай шенділердің аузынан апат болған кездерін тізіп шықпақшы. Шендінің де түр-түрі бар. Әзіл қалжыңға жақыны бар. Шынайлығымен желіні жарғаны бар. У нас не хватало порядка 500 гектар земли нас не хватало. Как это выявили? Население обращено. Как это выявили? Откуда я знаю, как это выявили? Бүлдірмейін деп өндемей салғаны бар. Пару слов можете сказать про праздник? Как вам ваше впечатление? Шулағанға шуланып қалғаны бар. Қазақтың астарлы сөзімен талайды орнына қойғаны бар. Су шығып жатса айтарсыздар енді. Осы барышылында ел алдында жүрген ағалардың от сөздерімен ауыздан авария болған кездері аз болмады. Қазақтарда бір мақал бар. Өкпелесең көшіп кет. Күні кеше ғана журналистерді жаңа жылмен құттықтаймын деп сенат төрағасы жиналғандарды күлкіге қарық қылып еді. Всех еще раз поздравляю с днем рождения. Я просто коллегу сейчас должен поздравлять. Ал мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев пен журналистің арасында құрылған мына диалогтың бір тыңдағанда не жайлы екенін аңғару қиын. Редко достаточно, чтобы сверху и снизу. Ну, у меня были хорошие провожатые. Я провела эксперимент. Где понравилось больше? Сверху понравилось больше. Қоғамда қызу пікірталас туғызған бұл әңгіме Бозшырадағы туризм жайлы болған еді. Ал экс-депутат Бекболат Тілеуханның мына сұхбаты желіде әп-сәтте мемге айналып, жастардың сүйікті әзіліне айналғандай. Конец власти оқыдың ба? Жоқ. Конец власти, Мойзес, Наим. Конец власти оққан жоқсың? Жоқ. Ой ғой сен, ұят болады. Екінші жақ окно Авертон оқыдың? Жоқ. Ой сен, мен қалай әңгімелесем енді. Өкпелестен көшіп кетті байды аспанға шығарған қорғаныс министрінің мына сөздерде желіде біраз хит болған еді. Я кадровый офицер, уже больше 38 лет я служу в армии. Вам сколько лет? Мне 25. 25, а мне 38. Вы мне в сыновья годитесь. 13-те отау иесі деген осы шығар. Бұл ретте Қызылорда облысының әкімі осылай қате бірден айтамын деп қорықты ма, алды артына қарамай журналистерден қаша жөнелгені әлі есте. Хош, бұл сауалға жауап іздеймін деп бүлдіріп ел жұрты қисынсыз сөздермен күлдірген шенеуніктердің бір парасы ғана. Әрине ел алдында жүрген соң әр сөзін ойланып айтқандары жөн ғой. Бірақ бастысы жұмысын іс жүзінде дәлелдеп, халықтың мұң-мұқтажын ескеріп жүрсе болғаны. Нұрай Құрақбай, Сұлтан Малаев, Еуразия, бірінші арнасы.